Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Орама нанды қалай жасайтынын көрсетем. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнымызды аламыз және мұздай суға тұзымызды салып жақсылап ерітіп аламыз да, жұмыртқамызды салып, сұйық майымызды құйып, суымызды құйып, барлығын жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей қамырымызды илеп алдық. Орташа жұмсақтықта болу керек, қатты емес, слишком жұмсақ болмау керек, орташа болу керек. Бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз демалу керек. Енді фаршымызды или болмасам үйде қалып кеткен құйрық майларды мен қолмен турап алдым. Бұл жерде піскен ет қолдансаңыздар да болады, тауықтың етін қолдансаңыздар да болады, фарш қолдансаңыздар да болады. Любой етті қолданасыздар. Пиязымызды турап аламыз, жақсылап. Одан кейін картошка қосамын мен. Картошка және асқабақ. Барлығын қосып, жақсылап турап алатын боламыз. Мінекей пиязымызды, картошкамызды және сәбізімізді турап алдық. Оған асқабақ қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз, қара бұрыш. Жақсылап араластырып, салманы дайындап қоямыз. Мінекей салмамыз дайын. Енді қамырымызға кірісеміз. Қамырымызды зуалап аламыз. Зуалап алғаннан кейін домалақтап, әдемілеп, өте чуха етіп жайып алатын боламыз. Қамырды жайып жатқан кезде ұрпақ сүйіп тұрмыз керек, арасында қамырымыз бір-біріне жабысып қалмау керек. Және де оқтауды ораған кезде екі шетін ғана қамырдың екі шетін ғана басамыз. Сонда қамырымыз бір тегіс жұқа болып жайылатын болады. Мінекей қамырымыз дайын. Енді салмамызды саламыз.
Салмамызды экиге бөлүп аламыз. Өткөнү бизде 2 зубала камыр. Салмамызды салып, камырдын бетине бир текс кылып жайып аламыз. Камырды экиге бөлөмүз. Эң алдымен рулет кылып орап алатын болобуз камырда. Сосын мантабаркыбызды жакшылап майлап, 2 мантабаркеге орнататын болобуз. Суумузду алдын ала кайнатып коябыз. Кайнап шыккандан кийин мантабаркаларыбызды коюп, 45 минутка орточо отто пиширип алатын болобуз ханыбызды. Мынекей ханым да пишти. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Өтө дамдуу, өтө керемет болуп чыкты. Менин видеоларым унап жатса, лайк басып, комментарияга сурактарыңызды кое кетиңиздер. Каналыма тиркелип алып да унутпаңыздар. Сау болуңуздар.